Армысыздар, бүгін біз сіздермен Live Worksheets онлайн сервисін қарастырамыз. Бұл дегеніміз сіздердің онлайн жұмыс парағыңыз болып табылады. Осы жерде көптеген жұмыс парақтар берілген. Бұны көбінесе енді ағылшын тілі пәнінің оқытушылары қолдана алады. Және де бізде міне интерактивный рабочий листы деп менде енді мына орысша барлығы берілген. Негізінде бұл сайт ағылшын тілінде, бірақ менде бұл жерде плагин орнатылған, автомат түрде ағылшын тілін орыс тіліне аудара алады. Осы жерде сіздер мінекей өздеріңіздің пәндеріңізге байланысты дайын шаблондар көрсетілген. Осыны қолдансаңыздар болады, немесе өздеріңіз құра аласыздар. Бұл жерде биология сабағынан, химия, тарих, информационный технология мысалынан басатын болсақ, қазір бізде осы ағылшын тілінде жазылған жұмыс парағы шығады. Бір жұмыс парағын таңдап көрейік. Бұл қазіргі онлайн сабақ өткен кезде өте ыңғайлы. Информатика пәнінен сіздер мінекей клавиатураның қандай клавиатура қандай функционалда орындалатынын таба аласыздар. Мысалы, мына жерде сіздерге онлайн парағы берілген. Осыны студенттерге жіберіп, немесе Zoom-да, жаңағыдай Google Meet-те өздерінің сабақ өтіп жатқан кезде осыны қолдансаңыздар болады. Клавиатурада, мысалы, мынақта Caps Lock Key дегенді бай әкеп қойса болады. Function Key дегеніміз бұл мысалы үстіндегі клавиатуралар деген сияқты осындай онлайн жұмыс парағы. Және де осы жұмыс парағын аты жөнін толтырады студент. Мысалы, тобын көрсетеді. Және де секциясын, яғни егер де бар болса, қандай мәліметтер берілген соны толтырады, жоқ болса ашық түрде қалдыра берсе болады. Осының барлығын өстіп қояды. Мысалы, мен мысал ретінде барлығын қоя беремін. Толығымен жасап, одан кейін finish деген батырманы басқан кезде сіздер студент бірден ответін шығара алады, немесе осы жасаған жұмысын бізге қайта жібере алады. Біздің поштамызға, яғни мұғалімнің поштасына өзінің жауабын жібере алады. Ол үшін өзінің аты жөнін, осы жердегі тобын, қандай предметтен екенін, және де мұғалім жіберген кодты жібереді. Немесе өзі осы жерден көре алады. Сіздерде мінекей бірден қайсы дұрыс емес екені жауабы шығарылады. Және де бұл жерде 4-10 деп тұр, оның нәтижесін шығарып береді. Осындай бірнеше компьютерлерге арналған интерактивті тапсырмалар өте көп, өздеріңізге қажеттісін таңдай аласыздар. Бұнда тағы да мына жерде интерактив worksheets дегенге кіреміз. Егер сіздерге қазақ тілінде осындай интерактивті тапсырмаларды құру қажет болған жағдайда, осыны астына түссеңіздер, тілдер берілген. Осы тілдердің ішінен қазақ тілін таңдайсыздар. Казахский деп тұр. Казахскийді таңдасаңыздар, сіздерде көбінесе математика сабағынан осындай интерактивті жұмыс парағы дайын түрлері бар. Қашықтан оқыту платформасы деген сияқты. Тағы да кеңістіктік векторлар, осыны математика пәнінен сабақ өтетін оқытушылар қолдана алады. Және де биологиядан, физикадан көптеген осындай тапсырмалар берілген. Егер де осы шаблондағы тапсырмалар ұнамаса, онда сіздер өздеріңіз осы жерде құра аласыздар. Создавайте интерактивный рабочий листы дегенді басамыз. Осы жерде руководствосы, видеоурогі қалай осыны құруға болатыны көрсетілген. Енді біз начать деп бастасақ, онда біз автомат түрде өзіміз құрамыз. Бұны басқаннан кейін сіздер бірінші тіркелу қажетсіздер. Бірінші зарегистрироваться деп басамыз. Регистрациядан өтесіздер, необходимая информация және дополнительная информация деп тұр, және ол не обязательно. Бұл жерге аты жөніңіз енгізесіз. Енді бұл негізі ағылшын тіліндегі сайт, Гүлдана деп ағылшынша жазамыз. Бұндай есім осы жерде сақталған деп тұр. Енді есімімізді қайтадан өзгертеміз. Өзгертіп жаздық, және де парольді енгіземіз. Парольді қайталаймыз. Электронды поштамызды көрсетуіміз қажет. Қайталап жазу керек екенбіз электронды поштамызды.
мемлекетті таңдаймыз. Бізде Қазақстан, Кыргызстан деп шықты. Міне Қазақстанды таңдаймыз және де робот емес екенімізді дәлелдеуіміз қажет. Осы барлық этаптарды өткеннен кейін мінекей көріп тұрсыздар, барлығы жасыл түспен берілген. Мына я прочитал и принимаю деп лицензиясын қабылдаймыз және зарегистрироваться деген батырманы басамыз. Мінекей барлығы сәтті аяқталды. Осы жерде мне, пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы активировать свою учетную запись. Біз енді осы жерде өзіміздің электронды почтамызға кіріп, және мына жерде регистрация жасағанымызды растауымыз қажет. Осы жерде растағаннан кейін біз өзіміздің интерактивті жұмыс парағын құра аламыз. Мінекей менің почтама келді рассылка ретінде. Осы жерде осы сілтемені басамын. Басқаннан кейін автоматты түрде мен жаңағы Live Worksheet сайтына қайтадан кіремін. Мінекей, ваша учетная запись была активирована дейді. Енді өзімнің атымнан кіре беремін. Бұл жерде сіздер, студенттер, өз атынан кіріп, осындай парақтарды құра алады және де мұғалім де осындай іс-әрекеттерді орындай алады. Мінекей, автомат түрде бұл жерде барлық менің іс-әрекеттерім, бағанағы логиным және паролім сақталған. Кіреміз. Кіргеннен кейін, менге көріп тұрсыздар, менде ағылшын тіліндегі сөздерді орыс тіліне автомат түрде Google Translate арқылы барлығын аударып беріп тұрады. Егер сіздерге түсініксіз болса ағылшын тіліндегі сөздер, онда өстіп аудара аласыздар. Немесе бұл сіздерде іске аспаса, осы жерде мышканың оң жақ шетін шеткен кезде, сонда сізде ашылады мына окно перевести на русский деп. Менден орысшаға аударылғаннан кейін бұл істемей тұр, тәсілмен аударсаңыздар болады. Мінекей, қайтадан өзімнің атынан кірдім. Бұл жерде мінекей өзім есімім шығып тұр. Тағы да шаблондарды қолдана аламын. Немесе өзім мына жерде осындай жұмыс парағын құра аламын. Начать деп басамыз. Енді бұл жерде сіздерде өздеріңіз файлдарды енгізу қажетсіздер. Бұның форматы PDF, JPEG немесе PNG болуы керек. Және де оның размері 5 мегабайттан аспауы қажет. Microsoft PowerPoint-та осындай өзімнің сабағыма қатысты, яғни веб бағдарламалау сабағымна байланысты. Бұл жерде сайттың контенті берілген. Осы рисунокты сақтау үшін біз мына жерде сохранить как дегенді басамыз, және де рабочий столда презентация PowerPoint емес, рисунок в формате JPEG дегенді таңдаймыз. Сақтаймыз. Мінекей, бұл жерде менен сұрайды, барлық сайтты сақтайын ба, әлде тек қана текущий сайтты ма? Бір беттік сайт болған өзіне де біз только текущий сайт дегенді басуымыз керек. Енді қазір қараңыз, бұл жерде сақталды. Выберите файл дегенге осы презентацияны көрсетеміз. Загрузить дегенді басамыз. Загрузить батырмасын басқаннан кейін біздің суретіміз осы Live Worksheets'қа енгізіледі. Енгізіліп болғаннан кейін сіздер осында өзіңіздің жұмыс парағыңызды құра аласыз. Мінекей, суретіміз енгізілді. Енді осы жерде біз өзіміздің жұмыс парағымызды құрамыз. Таңбада тұрады автомат түрде. Сіздер осы жерге студент бұл блоктың не деп аталатынын енгізу қажет. Студент енгізу керек блоктарды осылай енгізесіздер. Мінекей, барлық жерге студенттер, оқушылар өздерінің жауаптарын жазуы қажет. Осылай қоясыздар. Одан кейін бұл жерде көрсеңіздер болады, предварительный просмотр ретінде сақтайсыздар, жоясыздар. Енді бізге сақтау қажет. Мінекей, подтвердите действие деп тұр, окей деген батырманы басамыз. Сол кезде мінекей бізден сұрайды, сіздің осы жасаған жұмысыңызды барлық мұғалімдер көрсін бе, әлде тек қана осы приватный қылып, сіз ғана көре алатындай жасайсыз ба дейді. Біз барлығы көре алсын деген батырманы басайық. Басқан кезде сіздерде мына форманы толтыруыңыз қажет. Яғни бұл сабағыңыздың атын береміз. Бұл жерде веб бағдарламалар және интернет технологиялар деп жазайық. Негізгі біздің сабағымыздың атын
таңдаймыз тілді. Тілді таңдайтын болсақ, бізде қазақ тілінде болу керек. Қазақ тілін таңдаймыз. Ары қарай school subject деп тұр. Енді бұл арнайы пәнде қолданылады. Веб бағдарламалау деп қайтадан жазып көрейік. Бағасын қоюымыз қажет. 5 деген бағаны қоямыз. Және де основное содержанияға біз бұл жерде не істеу керек екенін жазуымыз қажет. Сайт құрылымын тап. Және де другое содержание. Бұл жерге сайт құрылымын енгіздік. Ары қарай осы жасын енгіземіз. Яғни студенттердің жасы мысалы 16 жастан басталсын және 18 плюске дейін деген сияқты. Описаниясына қайтадан сайт құрылымын тап деп жазайық. Енді өздеріңіздің сабақтарыңызға байланысты жаза бересіздер және де PDF форматында сақтау иә дегені қалады. Сохранить батырмасын басамыз. Сол кезде сіздерде осы жерде өздеріңіздің сабақтарыңызды ашып көре аласыздар. Көптеген сабақтарыңызды бір кітапша ретінде сақтасаңыз болады. Және де бұл тапсырманы өзіңіздің жеке блогыңыз болса, сол жерге қоя аласыздар. Ал біз қазір тапсырмамызды ашып көреміз. Мінекей, біз тапсырмамызды құрастырдық. Веб бағдарламалар және интернет технологиялар пәні деп тұр. Сайт құрылымын тап. Тапсырма берілген. Бұл жерде енді студент өзінің жауабын енгізеді. Мысалы, мынау шапка, мына жерде сайт бар. Бұл футер деген сияқты жауабын береді. Жауап беріп болғаннан кейін финиш батырмасын басады. Сол кезде ол осы жауабын сіздің электронды поштаңызға жібере алады, немесе өзі дұрыс жауабын осы жерде көре алады. Егер де бүгінгі видео ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздерге бұған дейінгі мынандай онлайн сервистер жайлы видеолар менің каналымда көрсетілген. Каналға жазыламыз және сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында қалдырамыз.